адамның ісін алға бастырмай, кері тартып тұратын белгілі бір әдеттер болады. Әр адамда ол әдеттер әртүрлі. Адам қашан әдетін жеңеді, сол кезде адам дұрыс жолға, яғни даму жолына түсе бастайды. Қандай әдет, қандай түрлері сізді кері тартып тұр, міндетті түрде анықтап, сомен жұмыс жасамай өзгеремін, өмірімді өзгертемін, басқаша өмір болады деген ол өтірік нәрсе. Сондықтан өзгеру үшін алдымен өздеріңіздің кері тартатын әдеттеріңізді анықтап алыңыздар. Қазіргі заманда көп адамда ортақ бір әдет, ол бостан босқа смартфонда отыру, яғни Instagram шұқылау деген сияқты. Сондықтан осындай бір болмашы бір әдеттер өміріңізге айтарлықтай әсер етеді екен, байқап көріңіздер.